жасанды интеллект автоматизациясы арқылы қалай айына 4 миллион теңге ақша табуға болады. Қазір сізге көрсетемін. 4 миллион теңге қалай шығатынын оңай түсіну үшін мен сізге жай ғана қарапайым шын заказдарды көрсетейін. Біздің команда жасаған осы айда. Мынау менің Google формам, менің Инстаграмға өтсеңіз, сол жерде Google форма бар. Кімде бизнес болса, сол форманы толтырады да бізге тапсырыс жасайды автоматизация. Міне көріп отырғаныңыздай, декабрьдің 1-нен бастап түскен автоматизацияға заказдарда 2-сі, 3-і осылай түсе береді күн сайын. Енді қандай автоматизациялар болғанын айтып кетейін. Мінекей мысалы Асылбекке аутсорсинг бухгалтериямен айналысады екен да, сол бухгалтерияға қатысты жасанды интеллект автоматизациясын жасадық. Келесі, мысалы БАДы сату дейді. Мұнан просто сіз идея ретінде көре аласыз, адамдарға не керек, БАДы сатуға, значит, продукттарын сататын жасанды интеллект ботын жасауға болады. Бұл кісіге біз заказ жасамадық, яғни сөйлестік, бірақ олар біздің қызметімізді алған жоқ. Келесі, русификация авто дейді. Өнер білім орталығы. Бұл кісілерге барлығына автоматизация керек. ТГ дайындайтын образовательный центрда, мысалы балалар спорт клубы, строительство 300 мыңға жасадық. Білім орталығы да олимпиадаға дайындайды екен, 400 мың теңге. Обычный бот, бірақ өздерінің готовый сайттарымен интеграция болды. Интеграция деген ол API арқылы ботты кез келген жүйеге жалғауға болады. Ол негізінде оңай API деп қорқынышты көрінгенмен. API-ді мен өзімнің курсымда үйреттім. Келесі, менің бизнесім жоқ, Қазақгаз аймақ мекемесіне көріп отырғаныңыздай бизнесі жоқ адамға да біз Apple Store-да приложение жасадық 300 мыңға. Қазір айтпақшы жасанды интеллекттің көмегімен код жазбай приложение жазуға болады. Так, дальше спорт білімі 200 мың теңгеге автоматизация. Кетіргіштер сатуда саудамен айналысады 200 мыңға автоматизация. Путешествие 600 мың теңге. Каспи магазин тоже 500 мың. Менің алдыңғы видеоларым қараңыз, сол жерде Каспиге қалай автоматизация жасауға болатынын көрсеттім. Мына кісіге 500 мыңға жасап бастадық, но бірақ бірінші этапы да. Келесі этаптар бар еще. Но уже ары қарай январьда уже мына заказды алып қойдық бірінші. Сонымен декабрьге бітті. Мына барлығын қоссаңыз, короче 4 миллион 200 мың теңге шығады. Көріп отырғаныңыздай сұраныс бар, достар. Жасанды интеллект автоматизациясы өте өзекті және автоматизацияны код жазбай жасауға болады. Оған IT білімнің қажеті жоқ. Сізде оқуға деген ниет болса, еңбектенсеңіз, тырыссаңыз, сізде автоматизацияларды жасай аласыз. Сенбесеңіз, менің алдыңғы видеоларымды қараңыз, сол жерде көрсеттім. NLTN арқылы код жазбай автоматизация жасауға болатынын. YouTube арнамды қараңыз, сол жерде көп туториалдар шығардым мен. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.